Так, бүгін акриловый ваннаны қалай жинау керек обзор көрсететін боламын. Акриловый ванна квадратный 150, 140, 170, 160 бәрі осындай обзорда бірден жиналады. Экраны, каркасы и андай запчасты комплектінде келеді. Қазір қалай жиналады, қолын көрсететін боламын. Ең алдымен мынау ваннаны төңкеріп қойамыз. Ақшасын ашып түгілдеп аламыз. Осылай үстіне қоямыз. Мына 4 угол 4 бұрышына сәйкес келу керек. Сосын мына шпилканың астына болт, үстіне болт қоямыз да. Мына өзінің тесігі бар, осылай қоямыз. Қазір мынаны шуруппен қатырып тастаймыз. Мына ваннаны тесіп өтеді деп қорықпаңыздар, өйткені мынандай шуруп, бұл шуруп қалыңдығын тесіп өте алмайды. Мына жерде өзінің қалың ағашы бар. 4 шпилканың бәрін осылай дайындап аламыз. Бірінші асты үстіне болт, и мынау ножка. Мына төртеуіне дайындап болдық. Енді 4 бұрышына қатырып шығамыз. Так, бұны қалай қоймыз. Солай киіледі. Бұны до конца қатырмаймыз. Қазір өйткені бұны регулировка істеуіміз керек. Орнынан жылжуға ыңғайлы болу керек та. Так, мына екі шетіне де қоямыз. Қоямыз. Так, 4 бұрышын қатырлық. Олжас істейміз. Жігіт кетті көмекке. Үй жағдайында бір өзіңіз істей бересіздер. Болмаса екі адам оңай қатыр. Так, мына 4 бұрышын былай төбесінен қараймыз. Мына диагоналы, мына жағы түзу болу керек. Мына былай шығып кетпеу керек. Қазір біздің жағдайда тура тұр. Ол енді тура болып бұрыштарын қатырасың. Мына шүрбөгер араларына шығып кетеді деп қорықпаңыздар. Бұның бәрі есептелген шоттар. Мынаның өзі ағаш, қалың. Қара шөппен өзінің ішінде комплексінде шығады, қара шөптері бар. Осылай қатырып шығамыз. Осылай мынаның бәрін 4 бұрышында қатырып шығамыз. Коробкада мынандай заттар шығады. По сияқты. Бұлар мына жерге кетеді. Чтобы мына каркасы ойнамас үшін, плотно тұру үшін. Осылай қатырып тастаймыз. Тоже жаңа қара шөппен кетеді. Осылай қысып тастайды. Енді бізге кезекті мынандай ключ керек болады, универсал. Мыналарды қысуға астын қолмен тақап қысамыз да. Үстін дәл ключпен қысып шығарамыз. Осылай 4 бұрышын қысып шығамыз. Так, бұл 4 бұрышын қатырып қойғаннан кейін тағы мынандай екі жаңа кішкентай шпилка шығады. Бұларға да болт тағып аламыз қазір. Так, мынау ортадағы шпилка, бұл ең қысқалары. Ортаға екі беліне қоямыз. Осылай астына үстіне шпилка болтмен. Так, ары қарай бізге мына заттар керек болады. Бұл не десеңіздер, қазір бұны фартукта ұстату үшін мына жерге қойған бұрын бір болт қойып жібереміз астына. Сосын болттың үстіне ананы қоямыз. Қазір тағы қостым. Мына жерге мына шпилканы обязательно қойыңыздар. Кейбіреулер мынаны сразу бұлайға қойып жүреді. Бұл регулировка істегенге қиын болады кейін. Мына болты өзі санаулы жетеді. Мына жағына да қысып тұрады, сол кезде мынау фартукты. Мына бетіне де ортасына да бір шетіне қоямыз. Сізге мына бет болса мына бетке қоясыздар, мына бет болса мына бетке қоясыздар. Так, ортаға керек емес, екі шеті болса болды. Екі мынандай шығады ішінен. Осылай қысып қоямыз. Бұны қатты қолмен қысасаңыздар, ключпен қыспаңыздар. Өйткені қазір фартук қойған кезде фартукқа алдыға жылжыту керек болады. Үстіне тағы бір болт қоямыз. Бұл мынау ножкаға. Мына ножканың құры өзін қойсаңыздар, былай ойнап тұрады. Мынаны астына болт қойып, бір-біріне қысып қойсаңыздар, плотно қысылып тұрады. Мына шеттердің бәріне болт қойып шықтық. Қазір аяғына бір болт қоямыз. Мына болт тұр, болт тұр. Болт тұр. 4 бұрышына ножкаларды қойып шықтық. Бұларды да до конца қыспаймыз. Қазір төңкеріп қойғанбыз да, төңкеріп қойғаннан кейін полдың уровенін тексереміз. Ванна түзу тұр ма, қисық тұр ма, соны тексеріп аламыз. Так, ол жасайтады, бұны көзбен ақ торлаймын дейді, мынаның аяғын. Мен бұны қазір полға қойып тексереміз. Желательно полға қойып тексерген дұрыс. Бұны қойғаннан кейін мынау аяғы жетпей тұр, мынау аяғы сәл көтеріліп тұр. Көзбен болмай ма екен? Мыналардың бәрі
осы тұрған жерінде қазір үстіңгі болсын жерге тақаймыз, ойнамай тұру керек. Жерге тағап үстіңгі болсын ключпен қысып шығамыз. Қолға орнына отырды бәрі, төрт аяғы да. Так, төрт бұрышын осылай қысып шықтық. Енді қайтадан ваннаны төгіп береміз да фартугын қоямыз. Мына фартукты қоймас бұрын бетінде пленкасы бар, пленкасын алып тастайсыздар. Біз бірақ магазинде болғаннан кейін алып тастамаймыз. Мынандай қыры бар. Бұл қыры мынау жерге отырады қазір. Мынандай зат шығады. Бұл не үшін десеңіздер, бұны мынаған қатырамыз қазір. Бір-біріне киіледі да, мына жағына қатырылады. Сосын мынандай нәрсе шықты. Бұл зат мынаны ұстатып тұру үшін. Мінекей. Болды, мына фартук енді еш жаққа қашпайды. Мынаны тақап тұрыңыздаршы. Сразу көрсете салайын дегенмін. Міне, болды, бұған мынау никельді соғып қоямыз. Осылай жабылады. Мына ортасын, арғы шетін қатырып шығамыз. Так, осымен болды, фартук орнатылды. Мына жағында зазоры өте әдемі шықты. Ішіне мынандай болып қатырылды. Бұл енді ешқайда жіберілмейді. Мынаның ортасына да біреуін қатырып жіберсек болады, бізде бар әлі де. Болды. Фартуктың бұрыштары қатырылды. Мына ортада қыс қалып кетті, біз жаңа таппай жүрсек шықпайды екен десек, шығады екен. Бұдан коробканың астында жатыр. Қазір бұны қатыру керек мына жерге. Бәсе ойнап тұр. Қазір қатырып тастаймыз. Так, бұны қатыру үшін қазір мына ортадан шешіп аламыз. Мерге болт, үстіне болт қоямыз. Мынаны қоямыз, қатырып қоямыз. Болды, ваннамыз дайын. Енді бір сүртіп, қазір витринаға қоямыз. Сатылымға дайындап қоямыз. Мына жақта аппақ болып тап-таза болып тұрады. Видео ұнаған болса, арнамызға тіркеліп кетіңіздер. Керек адамға жіберіп қойсаңыздар, сіздермен болған Әділ сантехник. Үлгілі басасаңыздар.